Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі қазақ билігі туралы саясаттанушылардың пікірі әртүрлі. Солардың ішінде досым Сәтбаевтың Қазақстан билігі туралы, жалпы Тоқаев тактикасының тасасында тұрған транзит жайында айтқаны мынандай еді. Тоқаевтың әзірдегі ұсынысы жаңа билік транзитіне дайындық секілді. Бір палаталы парламенттің спикері автоматты түрде президенттен кейінгі басты фигураның біріне айналады. Елде экс-президенттер үміт артатын тағы бір маңызды лауазым пайда болмақ дейді саясаттанушы досым Сәтбаев. Оның пікірінше, егер қазіргі жүйе сақталып, сайлау туралы заң мен партиялық реформаланбаса, бір палаталы парламентте президент аппаратына тәуелді орган болып қала бермек. 90-шы жылдардың басында еске түсірер болсақ, экс-президент Назарбаев пен жоғарғы кеңес арасындағы тартыстан кейін 1995 жылғы конституция бойынша екі палаталы парламент пайда болған болатын. Сол кездегі сенат биліктің сақтандыру клапаны рөлін атқарғаны бар. Билік сайлауды тек пропорционалды жүйемен, яғни партиялық тізім бойынша өткізу арқылы парламентті бақылауда ұстай беруге дәл қазір мүдделі болып тұр. Пропорционалды жүйемен сайланатын парламенттің халық алдында легитимділігі төмен болады. Парламентке өткен партияның беделі де төмендейді. Оның үстіне сайлаушы бүкіл партияға тұтас дауыс береді, жеке кандидатқа дауыс бере алмайды. Мұндайда депутаттар халықтың көңіл күйінен гөрі партия басшылығының қас-қабағына көбірек қарайлайды дейді сарапшы мырза. Сондай-ақ досым Сәтбаев қаңтар оқиғасының басты себептерінің бірі де осында деп есептейді. Қоғамдағы наразы көңіл күйдің саяси арналар арқылы сыртқа шықпауы әлеуметтік жарылысқа келген. Халық өз өңірінен нақты бір округтен шыққан тәуелсіз кандидатқа дауыс бергісі келеді. Қазіргі партиялық тізім жүйесі бұған мүмкіндік бермейді. Елдегі зомби партияларда бұл мәселені шеше алмайды. Демек, пропорционалды жүйеге толық көшу саяси тығырыққа апарар жол дейді досым Сәтбаев. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бүгінгі билік алдағы транзит кезеңіне дайындық амалын шынымен де ертерек бастап кеткені ме? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.